Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Әлемнің үздік лигасы АПЛ, ал Испанияда чемпионат тағдыры небәрі шақ клубтың арасында шешіледі деген сөздермен 30%-ға келісуге болса да, қалған 70%-ын жалған стереотип құрайды. Ла Лиганың аяқталуына әлі бақандай 17-18 тур қалса да, Мадридтік Атлетикоға биылғы маусымда Реал мен Барса бәрібір жетпейтін сияқты. Десе де бұл Испания чемпионатында интрига жоқ деген сөз емес әрине. Бүгінгі бейнероликті пайдалана отырып, испандық Ла Лиганың алдағы турларының болашағын талқылап көрмекпіз. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Турнир көшіне жайғасып чемпиондыққа әлде қайда жақын Мадридтік Атлетикодан бастасақ, Диего Симеоне қуанышқа орай ішпістірар автобусынан бас тартып, шабуылда өте нәтижелі тактикаларды іске асыруда. Аргентиналық бапкер қарсыластың қателескенін күтіп тупа қорғана беретін команданы шабуылда интенсивті ойнап 1-2 голмен тоқтап қалмай, мүмкіндік болса 3-4 гол соғатын команда құруда. Кезінде үндістердің өте құрғақ ойыны 1-0, 1-1, 2-1 деген есептермен ғана аяқталса, қазіргі Атлетико есептерге акцент қоюды үйренді. Турнирлік кестенің 24-ші турынан кейін 50 ұпаймен көшті тізгіндеген Атлетико екінші орындағы Реал мен Барсадан 10 ұпай озған азды, үндістерде әлі 2 артық ойын бар. Алда әлі маусымның жартысы, сондықтан Атлетикоға әрине 7 алуға болады. Бірақ та мәселе басқада, соңғы 5 турдың барлығын атса да, Барселонадан бұндай ғажайыпты күтуге күмән туса, Реал жайлы тіпті үндемей қоюға болады. Ал Симеоне команданы қалай өзгертпесе де, олардан осалдықты бәрібір байқауға болады. Мәселен 13-ші турдағы Реалдан көрген жеңілісі жай ғана маусымдағы бір ғана жеңіліс емес, тұнып тұрған философия. Мысалға Атлетико әдеттегі автобусты қойып атакалық шабуылдарға көшті дейміз. Бұны Зидан түсініп, жай ғана Атлетикоға өздерінің дәл сол 2 жыл бұрынғы тактикаларын қарсы қойды. Реал қарсыласына сәл еркіндік беріп, Атлетико шабуылдармен өздерін шаршатса, Реал жай ғана соңына дейін күтіп нәтижеге қол жеткізді. Егер Томас Тухель Атлетиконы ұтқысы келсе, дәл осы дербиді көруі тиіс. Барселона мен Реалдың ұпайлары бірдей болса да, соғылған голдарының арқасында каталондықтар екінші орынға жайғасты. Қос клубта 20 ойынның 4-еуінде жеңіліс тапса да, Барса тым болмаса соңғы 5 ойынның барлығында жеңіске жетті. Клубта Мессидің талаптары жария болған келісімшартынан кейінге шегертілген президенттік сайлаудан аздаған проблемалары болса да, Рональд Куман тепе-теңдікті сақтай білуде. Ал Реал жайлы бұлай айту өте қиын. Жарақатынан айыққан соң бірде былай ойнайтын Эден Азар, Серхио Рамоссыз мүлде ойнай алмайтын Реалдың тоннельдің тесігінде қорғанысы және шабуылдағы өте түсініксіз ойын. Естеріңізде болса, осыдан 3 ай бұрын Реалдың жаңа тактикасын талқылап, Зиданның ойлап тапқан схемасының өзгерісін айтқан болатынмын. Яғни Зизу ойын барысында 4-3-3-тен 4-4-2-ге ауысса, жартылай қорғаныспен қаптал қорғаушыларының қосалқы функцияларының арқасында мадридтіктер ойынға мүлдем бөлек ритм береді. Қарсылас қайыншы қандай функцияға жауап беретінін түсінбей, әрі қарай не күтетінін білмей шатасады. Маусым басында шынымен де бәрі осылай болып нәтиже берсе де, Зидан бұл тактикадан бас тартты. Бәлкім жарақат алған Эденна немесе Рамостың функцияларына ауысым жоқ па, нақтысын Зизу біледі. Қазіргі таңда Рамосқа жай ғана 4 ойынға ауысым табылмай, капитан жоқ матчтерде Реалдың қорғанысы жоғарыда айтқанымдай тесіктердің тесігіне айналатын аздай, жазда Серхио кетуі мүмкін деген сыбыстар бар. Егер Рамос шынымен де кетсе, оған лайықты ауысымды қазірден бастап іздестіру керек. Алаба жайлы айтылса да, Давид орталық қорғанысты мүлде ойнай алмайды. Бұл позицияға Кулибали, Ван Дейк сынды кандидаттар қажет. Үшінші және негізгі Реалдың проблемасы дәл қазір Барселонада да бар. Қос клубтың да шабуылдағы ойынын түсініп білу өте қиын. Егер Реалдың мәселесін кадрлық проблемаларға жатқызуға болса, Барса жайлы бұлай айту өте қиын. Винисиус, Родриго, Адриас Сола, Арсеналға кеткен Эдегор әрине өте талантты жігіттер. Алайда Реал Мадрид сияқты клуб тұрақты топ деңгейдегі ойынды көрсетіп, Чемпиондар лигасын ұтқысы келсе, міндетті түрде Мбаппе, Салах, Агуэро сынды дайын жұлдыздар қажет. Реалдың табиғат әуел
бастан сондай, бұған ешкім кінәлі емес. Реал академиясынан талантты жұлдыздар шықса да, Реалдың болмысы өзі Аякс, Сантос, Спортинг сынды жас таланттарды өсіретін клуб емес, дайын жұлдыздарды алатын клуб. Реалға келгенде кез келген талантты жас ойыншының тағдыры екі түрлі сценариймен жалғасады. Біріншісі, немесе ол мадридтік футболға сіңісіп, клуб аңыз атанады, Рамос пен Марсело сияқты. Немесе Хамес, Диас, Хесе, Чичарито сияқты төмен қарай құлап нәтиже бермейді. Ал дайын жұлдыздар 90% сәтте ойнап кетеді. Барселона мен Реалдан бір ғана ұпайға қалып келе жатқан Севилья жайлы бір-екі ауыз айта кетсек, Лопетеги маусымның алғашқы жартысында ғана осалдықтан тып 4 рет жеңіліс тапты. Бәлкім чемпиондар лигасы қарбаласқан болар, себебі биыл Севилья әдеттегідей топтан 3-ші орынды алмай, басы Евро турнирдің плей-офф кезеңіне өтті. Есесіне олар 2021 жылды нәтижелі бастап, 6 ойында небәрі бір мәрте ғана жеңіліс тапты. Оның өзінде Атлетикодан. Жалпы егер қызылдар сәл көптеу тұрса, маусымды өте түсініксіз өткізіп келе жатқан Реал мен Барсаны артта қалдырулары ғажап емес. 5-ші орында кезіндегі Атлетико сияқты өте көп тең нәтиже көрсететін Вильяреал келеді. Маусымның ортасында 4 ойын қатар тең ойнаған Сары Субмарина соңғы 3 турды да тең нәтижемен өткізуде. Егер осы беті жалғасы, Реал Сосидадтың жетіп алуы да ғажап емес. Егер осы маусымда Атлетико чемпион атанып, Луис Суарес үздік сұрмергендер кестесін маусым соңына дейін ұстап келсе, Рональд Команның ішінен ашығаны сол кезде болады. Әдетте Атлетико маусымда жақсы бастап, жаңа жылдан кейін ұпай жоғалтып турнирі кестеде құлайтын. Алайда биылғы Атлетико өте ерекше мотивацияға ие. Ал сіз сүйетін Реал мен Барсаға міндетті түрде үлкен өзгерістер керек. Қазіргі құрамымен, көшбасшылармен және бапкермен екеуі де алысқа бармайды. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.